Африка. Африканы біз әрдайым саванна, сахара, арыстандар, жираф, пілдер, қолтырауындар, маймылдар, сонымен бірге байырғы тайпалармен байланыстырамыз. Сонымен Африкамен жақынырақ танысайық. Африка бұл көлемі жағынан Евразиядан кейінгі екінші материк. Солтүстігінде Жерорта теңізімен, ал батыс бөлігінде Атлант мұхитымен және шығысы мен оңтүстігінде Үнді мұхитымен ұласып жатыр. Жерінің аумағы аралдармен қоса есептегенде 30,3 миллион шаршы километр. Бұл ғажайып құрлық 54 мемлекеттен тұрады. Материктің экватор сызығымен қиылысуына байланысты тропикалық және субтропикалық белдеуінде әртүрлі сүтқоректілер, пілдер, зебралар, гориллалар, лемур, жираф, су сиыр, мүйіз тұмсықтар мен қара құйрықтарды кездестіруге болады. Ал жыртқыш аңдардан арыстандар, гепард, қолтырауын, қабылан және қорқау қасқырларды кездестіреміз. Негізінен көбісі Африкада шыжыған күн және шыдатпайтын ыстық қапырық деп ойлайды. Олай ойлаудың себебі Африканың 1/3 бөлігін алып жатқан Сахара шөл даласында. Алайда Африканың тұтастай толық материк және өте үлкен екенін ескеру қажет. Кез келген құрлық секілді алуан түрлі ландшафттардан тұрады. Егер сіз шаңғы тебуді ұнататын болсаңыз, онда сіз Мароккодағы шаңғы тебу курорттарына барсаңыз болады. Ол жақтың таулы аймақтарында қар жауады және температура 0-ден төмен түседі. Жылы киімдеріңізді салып алуды ұмытпаңыздар. Африкалықтар африкандық тілде сөйлейді дегенді естіген болсаңыз, бұл жалған тұжырым. Себебі бірыңғай африкалық тіл деген жоқ. Африка тұрғындарының саны 1 миллиардтан астам және мұнда 2000-нан астам тілдер мен диалектілер кездеседі. Соның ішінде ең көп тарағаны суахили тілі, сонымен қатар араб тілі, француз және ағылшын тілі кеңінен тараған. Африка бұл нағыз өркениеттің отаны. Мұнда көптеген көруге тұрарлық тарихи ескерткіштер мен көрнекі орындары бар. Мысалы, Египет пирамидалары. Осы күнге дейін бұл пирамидаларды қалай және қандай жолмен салынғаны жұмбақ болып табылады. Сонымен қатар, оңтүстік Африкадағы әлемдегі ең үлкен сарқырамалардың бірі Виктория сарқырамасын тамашалауға болады. Бұл табиғат кереметі халықаралық ЮНЕСКО мұрасына енгізілген. Ал егер Африка жабайы жануарларын өз көзіңізбен көргілеріңіз келсе, онда Танзаниядағы ұлттық Серенгети паркіне баруға болады. Мұнда 500-ге жуық құстар түрлері мен 3 миллионнан астам жабайы жануарлар мекендейді. Және ежелгі дәстүрлері мен мәдениеті тоғысқан шығыс ертегісін көруге Марокко еліне саяхаттап баруға болады. Африканың тағы бір көрнекі жері, соның ішінде табиғаттың жаңа 7 кереметінің бірі Төрткүл тауын атап өту керек. Ол оңтүстік Африканың Кейптаун қаласында орналасқан және туристердің ең көп баратын жерлерінің бірі. Негізінен Африканың тарихы мен өнері үлкен бір бөлек деректі бейнебаянға лайық. Сонымен достар, сіздерге Африка туралы шағын деректі фильм ұнады ма? Егер ұнаса лайк басып, Дерек ТВ арнасына жазылыңыздар.